Саламатсыңдар ма балалар? Музыка сабағы, екінші сынып, сабағымыздың тақырыбы көктем әуендері. Сабағымыздың мақсаттары музыканың көркемдеуші құралдарын және музыканың сипатын анықтау. Музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпен сүйемелдеп орындау. Түрлі сипатты әндерді, ән айту ережесін сақтап орындау. Петр Ильич Чайковскийдің өмірбаяны мен шығармаларын таныстыру. Балалар, суреттегі жыл мезгілін анықта. Қай жыл мезгіліне жатады? Өз пікіріңді ортаға сал. Бұл әрине көктем мезгілі екен. Көктем мезгілінде күн жылынып, жер ана оянады. Қар мұздар еріп, жылғалардан су ағады. Ағаштар бүршік жарып, жыл құстары келе бастайды. Балалар, сендерге көктем мезгілі ұнайды ма? Әрине. Петр Ильич Чайковский 1840 жылы туылып, 1893 жылы дүниеден озған. Петр Ильич Чайковский орыс халқының ұлы композиторы. Ол 1840 жылы 25 сәуірде Удмуртия маңындағы Воткинск селосында туылған. Әкесі Ильич Кама Воткинск заводтарында директор болып қызмет атқарған. Петрдің музыка өнеріне деген қабілеті жас кезінен байқалады. Ол анасының фортепианода ойнап, ән романстар айтқанын тыңдап өседі. Бірақ ата-анасы жас Петрді музыкаға емес, құқық мамандығына оқуға береді. Ол кездегі заңгерлерге музыкалық білім негіздері де тиянақты түрде оқытылған. 18 жасында курсын аяқтаған Петр министрлікке қызметке орналасады. Күнді жұмыста болса, кешкілік театр, концерттерге барып, өзінің музыкалық қызығушылығын жалғастыра береді. Петр Чайковский Еуропаның ірі қалаларында болып қайтқан соң, қызметін тастап, орыс музыкалық қоғамы жанындағы оқуға түседі. Кейін бұл оқу орны консерватория болып қайта құрылып, соның студенті болады. Петрдің консерваториядағы ұстазы Антон Рубинштейн еді. Чайковский шығармалары Евгений Онегин, Пиковая дама операларын жазған. Аққу көлі, ұйқыдағы ару, Щелкунчик балеттерін. Кішкене балаларға арналған арнайы балалар альбомы, жыл мезгілдері атты музыкалық жинақтарын жазған. Оның музыкалық туындылары дүниежүзі елдеріне кеңінен тарап, халықтың рухани игілігіне айналды. Петр Чайковскийді дүниежүзі халқы балет музыкасына ең үздік шығармалар жазған дарынды композитор ретінде біледі. Балалар, Чайковскийдің «Сәуір бәйшешек» шығармасын тыңдап көрелік. Табиғат өзгерістерін бақылаймыз. Оқулықта 99 бетте берілген көктем мезгілінің суретімен байланыстырамыз.
Балалар, шығарма ұнады ма? Ендеше келесі тапсырмаға көшеміз. Ойлан, тап. Музыкалық аспаптардың қайсысы табиғатта кездесетін желдің, құстардың дауысын, күннің күркіреуі, жаңбыр, тағы басқа дыбыстарды сала алады? Дауылпаз, сазсырнай, үскірік, сыбызғы, желбуаз, қоңырау, асатаяқ, ұран, дабыл, сақпан. Ойланып жауап береміз. Балалар, келесі бөліміміз ән үйрену. Яғни ән айтпас бұрын дауыс жаттығуын бірге орындайық. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Бота Бейсенованың әні «Көктем». Әнді бірге айтып үйренеміз. Балалар, осымен сабағымызды қорытындыласақ. Петр Ильич Чайковский кім болған? Чайковскийдің қандай шығармасымен таныстық? Көктем әнінің көңіл күйі қандай? Үйге тапсырма аламыз, балалар. Құс дауысы мен табиғат дауысын көрсете аласың ба? Әннің әуені мен сөзін ән орындау талабымен айтамыз. Бүгін сабақта не білдім, не ұнады, не білгім келеді? Кері байланыс жасауды ұмытпаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар, балалар.